Армысыздар, құрметті ағайын, қалдарыңыз қалай? Жаңалықтарды айта салайын деп едім сіздерге. Бүгін бірінші сот отырысы болды, жеті-шелпек мәселесі туралы. Былай енді бірінші сот отырысы болғаннан кейін менен жағдайдың бәрін сұрады, айтып бердім. Мәдениет министрлігінен де адамдар отырды. Сол енді бірінші сот отырысы жақсы өтті деймін. Былай енді сот мырза мені қолдап отырған сияқты болды. Ары қарай не болатын болды, шешіледі, әлі көрінеді. Бүгін енді танысу ісі ретінде болды. Тағы да сот кабинеті арқылы жетіспеген документтерді жібересіз деді. Сонымен екінші сот отырысы келесі 22 апрельде сағат 11-де болады. Қосымша видео жасап отырдым сот отырысының. Соны осы видеоға қосып жіберем, көріңіздер. Жарайды, алғыс, аман болыңыздар. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Кешен уақытына қосылған жоқ. Процестен енді түсіп отырмыз. Алматы қаласы мамандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Қажыкен Ұланбөз Өтешұлы хатшылықта Жусанбаев Игнат Серікұлы соттың өндірісіне Тауқан Әселін талап беруші ретінде, талап арыз келіп түсті. Жауапкер ретінде қазір біз талап арыз бойынша нақтылап өтейік. Әсел Тауқан, сіз өзіңіз ғой, иә? Иә, өзім. Министрлік тарапынан кім қатысып отыр? Мәдениет министрлігі, ақпарат комитеті, бақ саласындағы бақылау басқармасының басшысы Төлеміс Мейірбек Әмірбекұлы. Төлеміс Мейірбек Әмірбекұлы. Әсел, талап беруші, талап арызың қандай? Не қойып отырсыз мына талап арызыңызда? Мен осы келтірген видео материалдарға қатысты құқықтық баға беріп, өзім сараптама жасаған нәтижесінде заң бұзушылықты анықтап, авторға қатысты соттан шара қолдануды сұраймын. Басқа ештеңе керек емес. Сол автордың айтқан сөзі бар, бір жылдың ішінде 4 рет айтқаны бар. Екеуін жазып үлгермедік. Ең біріншісіне былтыр уже 1 жыл өтті. Сразу мен арыз жаздым. Одан кейін